Ал достар, бүгін мен капкутқа видео салғанда музыканы қалай астында жай естіліп тұрады, сол туралы сұрақ түсті, соны түсіріп жіберейін. Мінекей мынау капкутқа кіреміз, мына плюсикті басамыз. Басқан кезде біздің галереямызға кіреді. Галереяға кіргенде мен бірінші суреттерді қойып алайын. Мына фото, мына көрдіңіздер ме? Видео, мына фото деп тұр, екеуі. Видео салатын кезде видеоны түртесіздер, фотоны, маған қазір фото. Ал енді мен былай жаңағы дайындап қойған қыздардың суреттерін қойып қояйын. Кейін жайлап қатарынан не аламыз, кәдімгі добавить, мына астында тұр, көрдіңіздер ме? Астында коллаж или жаңағы добавить. Так, мінекей добавить тұр. Енді біз бұны не істейміз? Бұлардың бетіне мен наложение, астында тұр, көріп тұрсыздар ма, наложениені. Сол наложениені басамын. Мен бірінші музыканы наложениені басып алайын. Енді маған видеоны, мына төбедегі видео или фото дегенде мен видеоны басамын. Менің жаңағы нем бар, дайындап қойған нем бар. Мынаны басамыз. Наложениеға мен жаңағы не дейді ғой, жаңағы видеоның үстінен қоятын. Так. Мен негізі YouTube форматта істеп қойым керек. Мынаны YouTube форматта, мінекей астына қараңыздар. Астына қарағанда соотношение сторон дейді. Мінекей сол кубик тұр ғой, мынау кубик, соны басамыз. Бізге астында мінекей шығып тұр. 9-16 деген ол жағы Instagram, TikTok и шортсты осыған саласыздар. Мына 16-9 ол YouTube. Осы 16-9-ды мен түртем. Мен соны түрткен кезде мына астындағы бірінші мынау салғаным, наложениеға салғаныма беттегі жауып тұр. Мен қазір оның бәрін ашамын, көрсетемін. Енді біз мынаны қазір 16-9-ға түртіп қойды, енді бияққа шығамыз. Қазір тұра тұрыңыздар, мынаны дауыстарын өшіріп тастайын. Так, наложение. Мынаны үстіне бассаңыз, нені. Мінекей астында громкость тұр ғой, громкостьтің дауысын өшіріп тастаймыз. Мінекей артқа қарай жылжытсақ, мына шықпай қалды дауысы. Енді маған мына жерден бастап керек. Мынау басша ғой, астындағы наложениені қараңыздар. Үстінен басса, мінекей қоршалып қалды. Сонымен сәл жылжытып алып тастағым келіп жатыр. Басшаның басы керек жоқ. Бұлай жылжытсақ та болады, мінекей. Бұлай жылжытсам да болады. Егерде қырқау керек болса, бұлай үстіне барамын да. Мынау разделить деген тұр, мінекей. Сол разделитті басам. Бөліп жіберді. Енді мен мына жағы керек қоймаған, мына жағы керек. Мына жағы керек емес, міне. Түртсем үстінен осылай қоршалып шығады. Мына астын жылжытамыз да, корзина удалить дейміз. Астында удалить деген тұр. Көрдіңіздер ме? Енді мына астындағы сәл жетпей қалды наложениеміз. Былай жылжытамыз, қолмен сүрткендегі. Көрдіңіздер ме? Енді былай жаңағы музыкалатады ғой. Мен қазір бетем сіздерге. Музыканы жайлап жүріп атқан қылам. Ол үшін мінекей ана астында звук деген тұр ғой, мінекей. Мына звук деген. Сол звукқа үстінен басамыз. Одан мінекей енді мына тағы да звук деген шықты. Оның үстінен тағы да басамыз. Мінекей. Енді мынау файлдың суреті тұр ғой, мына. Сол файлдың үстінен басамыз. Файлдың үстінен басқанда бізге былай сұрақ беріп тұр. Мынау төбедегі мына тұр ғой, мына недегілер.
өздері музыка қойып қойған, содан баса істейсіз ба дейді. Егерде мен соның үстінен бүйтіп бассам, мынаның үстінен, мінекей біреуінің музыкасын таңдаңыз дейді да, мысалы керегі жоқ. Ал енді мынау извлечь звук деген тұр, көрдіңіздер ма? Из видео деген, извлечь звук из видео деген. Егерде оны мен үстінен бассам, мен галереяға кірем. Мінекей галереяға кірем да, менде галереяда сондай бір жаңағы WhatsApp-қа келеді ғой нелер, жаңағы музыкалар, или өзімнің жаңағы WhatsApp-қа, TikTok-тан бір музыкалар келеді ғой, соларды дауысын ала салуға болады. Мысалы менде бір бар сияқты да, бір не, мысалы мынандай үстіне бассаңыздар, мысалы осындай дауысы шығады. Мысалы оны добавить етсем, мысалы осыны добавить етсем, мынау астына көрдіңіздер ме? Астында уже мынау тұр. Көрдіңіздер ме? Өздеріңіз ұнаған чатқа кеп қалсам, осылай істеуге болады. Мына если мына плюсикті бассам, мен қазір басым кеп тұрған жоқ, оны қайтып өшіріп. Жарайды, бүйтіп басайын, басқан кезде мына астына түсті. Ал маған енді ол өшіріп тастаймын, бұның маған керегі жоқ. Үстінен басқан кезде мінекей қоршалып шығады. Мен оны удалить етемін. Көрдіңіздер ме? Мен қазір астындағы мынау тұр ғой, удалить етемін. Жоқ болып кетті, көрдіңіздер ме? Енді мен қайтадан мынау неге кіремін, звукқа. Звукқа кіремін, үстінен басам. Енді мен өзімнің немдегіні таңдауым керек. Ол үшін жаңағы мына файлдың үстінен басамын. Басқан кезде мына екінші мына устройство деген, сіздің өзіңіздің соткаңыздағы не бар ғой, музыка, сол файлға кіреді. Мына үстінен бассам, көрдіңіздер? Менде өзімнің мықты музыкаларым бар. Қайсысын бассам? Музыканы таңдауым керек. Сәлем. ютубтың өзінің бір музыкалар болатын еді. Мінекей, мен мына жерден тоқтатып қойып, музыканы басып, мына жерге тұрып қалды. Енді осының үстінен басам да, бүйтіп сүртіп, стеклоны былай жылжытамын. Мінекей, жылжып кетті. Көрдіңіздер ме? Енді сол музыканы мен жай қоямын. Мінекей, үстінен бассам, мына астындағы громкость деген тұр ғой, мына громкость. Сол громкосттың үстінен басасыз. И мынаны астында мына тұр ғой, жаңағы қатты жай шығады. Мен осыған енді ол жерде таңдайсыздар, өздеріңіздің музыкаларыңызды таңдайсыздар. Мен әшейін асығыс осыны қойып қойдым. Енді өстіп жай айтып тұра берсін. Птичкаға басасыз. Соны бұл өзі сөйтіп тұра береді. Енді мен наложениені бар ғой, мына наложение шықты, жасыл. Енді осыны мен ашам. Естеріңізде ме, қалай ашатынын? Қазір мен ол үшін астындағы мынау назатты басамыз, мына жерде. Тағы да назатты басамыз. Назат деген стрелкасы тұр ғой мына жерде. Енді мен наложениеға кірем, наложениеға кіремді. Мына жерде көкті тұрған кезде үстінен басам. Мына көктің астына наложение қосқан үстінен бассам, мына астында ала шығады. Енді мен бәлдегі мына жерде адамның несі тұрған бар ғой, вырезка деп қойған, сол вырезканың үстінен басамын. Мінекей жанынан хромакей деген шықты. Көрдіңіздер ме? Сол хромакейді бассам, мына жерде менің жазылды, мінекей. Үстінен бүйтіп сүрт жіберсем болды.
Енді мына астында мына астына қараңыздар, интенсивность деген шықты. Интенсивность деген шықты. Енді осының үстінен басқан кезде мінекей мынандай шықты. Көрдіңіздер ме? Соны жылжытсаңыз мінекей ана көктің бәрі жайлап кете береді. Көрдіңіздер ме? Енді мына птичканы басамыз. Мінекей басқаннан кейін менің мына жерде суретім шықты. Мінекей. Енді осыны суретті аламын да мен мінекей наложениедағы суретті үлкейтіп қоямын. Міне осылай. Көрдіңіздер ме? Келесі суретке бұл жаңағы келесі емес, менікі мынау біту керек қой енді мынаны. Пока мынау өзі көрінбей қалғанша. Сол үшін көкті кетіру үшін мен бүйтем қайтадан мынаның үстіне кіремін да. Жаңағы наложениенің астындағысын үстінен басамын да. Жаңағы мынаған барам. Хромакейді. Тағы да мынау интенсивностьтің үстінен басамын да. Бұл болмайды. Көктерін до конца былай ашылатын қылып қоямын да. Мына астындағыны птичканы басам. Мінекей. Енді мынау ашылған кезде мен мына астында төбедегі мына суретті үстінен басамын да. Бүйтіп тура келтіріп қоямын. Көрдіңіздер ме? Енді мына төбедегі сол тұра береді ғой. Так, мінекей. Мен үлкейтемін. Тағы да үстінен басамын да, мінекей. Қандай керемет шықты да. Үстінен созамын мынаны. Потому что мынау сурет пока кеткенше мына қыз тұру керек. Мінекей. Мына қыздың үстінен де сәл созайын. Сіздерге қысқаша мінекей. Мына жерде менде асығыс болып кетті, көрдіңіздер ме? Мынаны сәл кейінге қалып бүйтіп шегіндіреміз. Біткен кезде мен мынаны негізі үлкейтейін сәл. Потому что жаңда қарасы көрініп қалып отыр да. Негізі мына алғашқысына мысалы мен текст қоя салам. Мысалы мен әншейін өзім ойымнан енді бұл жерде мына текстті басасыздар, А тексті ғой, соның үстіне басасыздар. Сол кезде мына жерде текстті жазамыз. Мен жаңа дайындап қойғаным түсемін. Мінекей енді мен мысалы өстіп жаздым да. Жазғаныма мен стиль. Мына жерде эффект. Мысалы енді өздеріңіз таңдайсыздар ішіндегі. Негізі өздеріңіз таңдайсыздар. Мынандай болса да, мынандай ма. Мен астында өзімнің шрифтті бассаңыздар, мінекей мен өзім добавить еткен шрифттарым бар. Мінекей былай жазылады, былай жазылады. Былай жазылады. Көрдіңіздер ме? Енді эффектке келеміз, мына эффектке. Эффектке келген кезде менде мысалы өстіп анау өзін жазуымен тұра береді. Енді осылай қазір ұзақ болып бара жатыр видеом. Енді мен сіздерге өздеріңіз осылай таңдайсыздар енді. Мен басқа. Так. Былай болса да болады, былай болса да болады. Осылай тұра берсін. Енді ары қарай анимацияны мынау келесі видеоларда алдында да көрсеткем. Енді мен анимациясына жасайын. Мінекей мынау анимация деген мынау тұр. Анимацияны бассам, мына жерде жазуын қалай шығады, солай өзі тұрады осылай.
сол жерден өзіңіз таңдап қоясыз. Мысалы мынандай болса әдемі, сонда мына астына жай шығады. Аз мінекей жай қоямын десеңіз жай. Птичканы басамыз. Бетін жауып қалады. Сіздерді мен асқып шығаратын болдым кәдімгідей. Тиктокқа өзіңіздің бір әдемі ролик жасағанға өстіп кете береді. Мен келесі фотоларын енді дайындауға нем жоқ. Енді осылып өздеріңіз біле бересіздер. Мынау ашылады, былай ашылған кезде анаусын, мынаны үстінен түртесті, оны туралайсыз. Бас жағын үйреттім, иә? Мінекей, неше түрі өстіп шығады. Альбом қылып өзіңізге жасап қойсаңыз болады. Ал енді ұнаса, лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Тағы да жаңағыдай осындай білетіндермен үйретем. Негізі менің сонда да көрсеткенім толық қонша түсінбей жатқандар бар екен. Мінекей музыка астында жай өзі ойнап тұр. Мінекей, көрдіңіздер ма? Енді мен арасында жаңа нені қосып қойайын. Так, наложение назад басамыздар. Мінекей наложение басқан екен, астына түсемін да, мінекей. Мына менің емді қосып қойайын. Мінекей добавить етіп қойайын. Енді осыған қазір мен хромакейді қосам. Мінекей вырезканы бассам, хромакейді үстінен басам. И мынау жасылды кетіріп тастау керек маған. Птичканы кетіріп тастау керек. И мынаны былай. Ал енді мына птичканы басамын. Енді менің мынау тіркеліп кетіңіздер дегенді осылай жасап қоямын. Жақсы онда, келесі видеомда кездескенше. Ары қарай кете береді өзі. Неше түрлі әдемі. Сұрақ болса айтыңыздар, мен жауап беремін.